Климакс табиғи әрі қалыпты дүние. Менің білуімше, климакс яғни етекі үзілісі қалыпты әрі табиғи құбылыс. Оны ауру деп қабылдамаған жөн. Ай сайын келетін етекі кезінде тәніміз ұрықтанбаған нәрестеге дайындалып қойған төсектен арылып отырады. Осы кезде дене көптеген токсиндерден де босайды. Егер біз құнарсыз тамақ жейтін болсақ немесе стандартты диетаға сәйкес жартылай фабрикаттарды жесек те 20% қант пен 37% май ағзамызды токсиндермен уландырамыз. Мұндай уыттан құтылу оңайға соқпасы анық. Уыт денемізде көп жиналса, климакс кезінде көп ыңғайсыздық туындауы мүмкін. Сондықтан күнделікті салауатты өмір салтын ұстансаңыз, климакс кезінде көп қиындық туындамайды. Менопаузаның ауыр немесе жеңіл өтуі денсаулығыңызға және жыныстық жетілуден бастап өзіңізді қалай күтетініңізге байланысты. Менопаузаға шыдамайтын әйелдер әдетте дұрыс тамақтанбайды және өзін мүлде бағаламайтын жандар. 1900 жылдары орташа өмір сүру көрсеткіші 49 жасты құраған. Ол кездерде климакс соншалықты үлкен мәселе болмайтын. Көп әйел климакске жетпей дүниеден осып үлгерген. Ал қазір орташа алғанда 80 жылдай өмір сүреміз. Орташа өмір сүру ұзақтығы біртіндеп 90 жасқа жақындап келеді. Сондықтан менопауза бұл күндері проблемаға айналды. Қазіргі кезде қоғам өміріне белсенді қатысқысы келетін әйелдер саны артып келеді. Бұл үшін олар өз денсаулығына мұқият қарауы керек. Әйелдер өз денесімен үйлесімдік тауып, іште болып жатқан процестерді ыңғайсыздық туғызбай, табиғи жолмен жүруіне мүмкіндік бергісі келеді. Бұрынғы әйелдер үшін мұндай проблема бала болса, қазір менопауза осындай проблемаға айналған заманда өмір сүріп жатырмыз. Осылайша менопауза әйел өміріне қаншалықты әсер ететіні қызығушылық тудырды. 2000 жылы Америкада шамамен 60 миллионға жуық әйел гормоналды және физиологиялық өзгерістердің маңызды кезеңінен өтті. Американың байырғы тұрғындары жергілікті үндіс әйелдерінде климакс болмайды. Олар дүниеде өткенше етеккілері тоқтамайды. Үндістерде етекі циклінің жалғасу денсаулықтың белгісі деп саналады. Ал солтүстік бая халқының дамуы әлемнен 100 жыл артта қалғанымен, егде жастағы әйелдердің етекі циклі тоқтамайды. Менструалдық цикл үндіс әйелдері іздеген даналық белгісі саналған. Бұрындары олардың 60 жаста бала тууы қалыпты жағдай еді. Дегенмен қазір бұл сирек кездеседі. Оған уақыт өткен сайын тамақтың сапасының нашарлауы, денсаулықтың болмауы немесе өмірлік күш-қуаттың азаюы әсер етуде. Мен әлемдегі басқа елдердің де мәдениетін зерттей отырып, климакс кезеңін жеңудің табиғи және тиімді әдістерін табатынымызға сенімдімін. Менің естуімше, дәстүрлі жапон қыз-келіншектерінде қызу көтерілмеу себебі олардың соя өнімдерін көп жейтіндігінен екен. Экстраген терапиясынан қатты қорқамын. Бұл терапия туралы білетін ақпаратымыздың көп бөлігі фармацевтика компанияларынан алынған. Ал олар тек өз өнімдерін сатуға ғана бейім. Бәлкім бұл кейбір қыз-келіншектерге жақсы әсер ететін ем түрі болар. Онымен келісемін. Алайда дәрігер кеңесі бойынша барлық әйелге жаппай экстрагендік терапия тағайындау дұрыс емес деп ойлаймын. Қазіргі таңда кең тараған перимарин дәрісі буаз биенің дәретінен жасалады. Бұл адамға қалайша көмектесуі мүмкін. Табиғаттың өзі денемізді дұрыс қызмет етуге ыңғайлап жаратқан, яғни денеміз өзінен өзі қалыпқа келуге қабілетті. Соның арқасында ұзақ ғұмыр кешеміз. Осы білімімізге және ішкі түйсігімізге сенуіміз керек. Климакс басталған кезде әйел түрлі ауруға ұшырайды деген мәлімдемелерге көп сене бермеңіз. Мен климакс кезеңінен өткен әйелдердің денсаулығы туралы зерттеудің нәтижелерін көргім келеді. Көп әйелдің денсаулығы ұзақ жылдар бойы мықты болады.
Мысалы, климакс кезеңінде мен қызуымның бір көтеріліп, бір басылған бір рет қана бастан өткердім. Мен ішкен гемопатиялық дәрі мені барлық жағымсыз белгілерден құтқарды. Прогестерон экстрагенге қарағанда пайдалырақ екенін біліп жатырмыз. Көп жағдайда экстраген жетіспеушілігін сезінген кезімізде шын мәнінде прогестеронды қажет етіп тұратынымыз анық. Мексикалық бататтан алынған тәтті картоп табиғи прогестерон сүйектің түзілуіне де себепші болады. Остеобласт жасушаларының жаңа клеткалар түзілуіне жағдай жасайды. Есіңізде болсын, сүйек тірі талшықтардан құралған, сондықтан сүйекті қалпына келтіруге болады. Табиғи прогестеронды азық-түлік дүкендерінен крем күйінде сатып алуға болады. Ол кремді теріге жағу керек. Ол тез сіңеді. Синтетикалық экстрагенде кездесетін жағымсыз әсері бұл кремде болмайды. Сондай-ақ прогестеронның климакс кезеңінде ауру белгілерін жоятын қасиеті де бар. Гормондар терапиясы ешкімге көмектеспейді демеймін. Алайда медицина орталықтарының бүкіл әйел затына климаксқа қарсы гормон терапиясы қажет деген ұсыныстары орта жастағы әйелді міндеп қорлаумен тең. Менің ойымша, денеміз бен ойымыздағы үйлесімділікке ұмтылу зиянды жарнама әсерлері бар әртүрлі химиялық, синтетикалық препараттарды қабылдауды қажетсіз етуі мүмкін. Өмірдің қай саласы болмасын, бәрібір түрлі деңгейдегі дайындық пен құлшынысымызды көрсетіп отырамыз. Көпшілік үшін денеміз бен ақыл-ойымызды үйлесімділікке келтіру үшін жауапкершілік пен дайындық деңгейі тым жоғары. Бұл біздегі қалыптасып қалған сенімдерге байланысты. Денсаулығымызға әсер ететін нәрсені жасауға ұмтылу және бұған дайын екенімізді сезіну үшін бізге медициналық көмек, психотерапевттердің консультациясы қажет. Мысалы, өзіңе сену. Біздің қоғамда бала тууға қабілетсіз, әйел құрметке лайық емес деген сенім кең тараған. Қыз-келіншектердің климакстан қорқулары жайдан-жай емес екендігін түсінген боларсыз. Экстраген терапиясы өзіңізге сенуге көмектеспейді. Тек жүрегіміз бен ойымыз ғана бұл мәселелердің шешімін таба алады. Қайталап кетейін, климакс дерт емес, өмірде болатын қалыпты табиғи құбылыс. Алайда климакс маркетингі үлкен бизнеске айналып келе жатыр. Ал қажет ақпараттың бәрі фармацевтика компанияларынан келіп түседі. Сондықтан дұрыс таңдау үшін көп нәрсе үйреніп білуіміз қажет. Әйелдердің өз өмірі мен денсаулығына қатысты қажетті ақпаратты жинауы өте маңызды. Бұрын әйелдерге бәрі санасына байланысты деп айтылған. Қазіргі медицина әйелді мықты етпейді, өмірін басқаруды үйретпейді. Ол тек барлық әйелдерді емделуші қатарына қосады. Өмірдің осы кезеңінде диетологтар пайдаланатын дәрілік шөптер мен гомеопатиялық дәрілік заттар қолдануға болады. Экстрагеннің орнын басатын табиғи заттар да кездеседі. Диета маманымен сол туралы ақылдасыңыз. Болашақта қызымыздың, немере қызымыздың климаксқа байланысты еш қиындық көрмеуі үшін ескі жағымсыз түсінікті өзгерту жолында үлкен жұмыс атқаруымыз керек. Жүктілікке дайындалғанымыз сияқты климаксқа да дайын болуға мүмкіндік бар. Күнделікті медитация кезінде әрбір дене бөлігіне, әсіресе жыныс мүшелеріне махаббатыңызды арнауды ұмытпаңыз. Бұл мүшелердің сізге жақсы қызмет етуі үшін алғыс айтыңыз. Оларды әрқашан саулықта ұстауға сөз беріңіз. Денеңіздің осы бөлігімен жақсы қарым-қатынаста болыңыз. Тәніңізді қастерлесеңіз дене мүшеңізге әл бересіз. Жатырыңыз бен аналық безіне не қажет екенін анықтаңыз. Етекті тоқтайтын сәтті жай ғана өтпелі кезең ретінде қабылдаңыз. Көңіл-күйіңіз де орнында болады. Махаббат емдейді. Тәніңізді жақсы көру денсаулығыңызды сақтауға жақсы әсер етеді. Сонда ағзаңызға да қиын соқпайды.